Сіздерге біз номенклатура апарайық деп едік. Сол 263-ші перечинмен жасағанбыз ғой. Соны сіздерге апарсақ. Сіздер қазір 263 деген бұйрық уже күшін жойған. Қазір 93-ші бұйрықпен бекітілген 2020 жылы 15 сәуірде. Сол тізбемен жасайсыздар ғой құжат нелеріңіз, номенклатураларыңызды. Ауысып кетті ма? Ауысып кеткен қазір. Сіз электронный почтаңызды маған жіберіңіз, мен сізге қазақша, орысшасын жіберейін осы тізбені. Содан кейін жасап, номенклатураңызды жасап біткенде қайтадан менің почтама жіберіңіз, мен бір қарап берейін, экспертке ұсынбас бұрын. Одан кейін барып, бірақ сараптау тексеру комиссиясына ұсынайық. Жарайды. Сіз онда маған WhatsApp-қа жазып жібересіз ғой. Содан тағы бір сұрақ. Сіздер өткенде хат бердіңіздер ғой, соны алдық. Енді опись бойынша сверка жасап қойдық қой біз. Соны енді қашан сіздерге өткізсек болады? Қазір бізге карантинге байланысты құжаттар қазір қабылдап алып жатқан жоқ. Біз карантин біткеннен кейін тағы бір рет сверка жасап, одан кейін барып құжаттарыңызды қабылдап аламыз. Жарайды. Соны сізден сұрап білейін ғой, жақсы, рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.